Барлықтарыңызға сәлем достар, мен бірге бүгін Альберт Йонге жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз новичоктарға қалай тез көтерілуге болатын способтар айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпа. Ал мен көп сөзбен бастайын. Енді ойлайық, сіз бұл крашаға бірінші рет кірдіңіз, және статистикаңызда бірінші левел. Бірінші болып сіздер не істейсіздер? Ең дұрысы ол квесті персонажда квесттер орындау. Олардың бірінші шахтада 1000 рублей табу. Сол орындаған үшін сіздерге қосымша 1000 рублей береді. Оны істеді, енді ары қарата не істейміз? Келесі квест бізде право алу. Правоны сіздер автошколадан немесе правительствода лицензиядан ала аласыздар. Тағы да серверде бірнеше промокодтар бар. Олардың арқасында сіздер XP ала аласыздар. Олардың бірі менің промокодым Альберт Йонг. Оның арқасында сіздер екінші левелға жеткеннен кейін 15000 рублей және 1 XP ала аласыздар. Тағы да айтар кетерім, X2 кезінде сіздер онда мен промокодымнан 2 XP ала аласыздар. Енді үшінші квестке көшейік. Үшінші квест бізде медкарта алу. Оны сіздер больницада любой чекпоинтта ала аласыздар. Сол жерде медкарта 5000 рублей тұрады. По счету төртінші квест бізге фракцияға тұру. Ең доступный фракция бізде ол армия болып саналады. Ол үшін сіздерге GPS навигаторында важное место дегенде военкомат деген табу керек. Сол жерде тестті өтіп, сіздер военкоматта рядовой званиясы тұра аласыздар. Бұның бәрі базовый задание. Енді сіздерге мен лайфхактарды көрсетейін. Біріншіден 3-ші левелға дейін бізде жақсы тұрып жұмыс істеу керек. Қалай жұмыс істейміз? Шахтада жұмыс істейміз. Армиядан 2 квестті орындаймыз. Армейский барон и армейская барыга деген. Сол екеуінде орындайсыздар да, то есть үшеуін және де жақсы ақша табасыздар. Сол лайфхактың аты работяга. Енді біздің қалтамызда примерно 1 миллион 900 мыңдай болу керек. Білем, оның бәрі көп ақша, бірақ сіздер оны по-любому табу керексіздер. 1 миллион 900 тауып бітті. Енді ары қарата бізге перекуппен айналысу керек. Перекуп деген не? Ол сіздер машинаны арзан бағамен аласыздар да қымбатқа сатасыздар. Перекупқа бәрін жатқызуға болады. Хоть машина, хоть жаңағыдай аксессуар, тағы да басқа нәрселер жатқызуға болады. Бірақ главное сіздер перекуп жасау керексіздер. 5-ші левелға дейін перекуп жасап болдық. Енді ары қарата не істейміз? 5-ші левелде сіздер қалтаңызда 3-4 миллиондай болу керек. 5-ші левелдан бастап біз МЧС жаңағыдай жұмысын істейміз. Біз оны постоянкаға алуымыз керек. То есть күні бойы жұмыс істеуіміз керек. 10-ші левелға қарата біздің қалтамызда примерно 10 миллиондай болу керек. Біз енді 10-ші левелға келдік. Ары қарата біз транспортный компанияда жұмыс істеуіміз керек. Напоминание істегім келеді, бірақ перекупты біз тастамауымыз керек. Ол да жақсы ақша келеді. Осылай біз бай бола бастаймыз, және бізде жақсы бизнестер болады. Осымен мен айтқаным осы. Сіздермен болған мен Альберт Йонг. Каналға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңе сау.